Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендерді көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі біздің сабағымыз математика сабағы. Сабақтың тақырыбы өткенді қайталау және Қазақстан қорықтары. Сабақтың мақсаты жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табуды үйренеміз. Жақсы. Олай болса балалар, бүгін біз сабақта Қазақстан қорықтары туралы танысатын боламыз. Оқулықта 16-шы бетті ашатын болсақ, қорықтардың суретін көріп тұрмыз. Қорықтар дегеніміз бұл жойылып бара жатқан жан-жануарлардың сақталатын, қорғалатын жері. Яғни қазір кітапқа қарайтын болсақ, бірнеше қорықтар берілген. Қорғалжын, Батыс Алтай, Марқакөл, Алакөл. Осы қорықтарды біліп, жаттап алсаң, жаттап ал. Жақсы. Ендеше балалар, Қазақстандағы қорықтардағы жойылып бара жатқан құландар туралы бірінші есепті шығарайық. Ең алдымен есептің шартын оқып алайық. Қорықшы тік ұшақпен қорықты айналып ұшып жүргенде 3 құланды және одан 3 есе артық төлдерін көрді. Құландарға қарағанда төлдерінің нешеуі артық дейді. Балалар, осы жерде қорықшы дегеніміз кім екен? Дұрыс айтасыңдар. Қорықшы дегеніміз ол қорықта жануарларды қарайтын адамды біз қорықшы дейміз. Жақсы. Ендеше есепті шығармас бұрын есептің шартын жазып алайық. Бізге белгілі не белгілі? Құланның саны белгілі, е? Құлан қанша дейді? Құлан 3. Және төлі 3 есе артық. Төлі белгісіз. 3 есе артық. Неден артық, балалар? Құланнан 3 есе артық. Бізге нені табу керекпіз? Қанша есе артық екені белгісіз. Шешуі. Ең бірінші амал біз қанша төл бар екенін табу алу керекпіз. Есе артық десе, қандай амал қолданады? Дұрыс айтасыңдар, көбейту амалы қолданады. Демек 3-ті 3-ке көбейтеміз. Қанша болады? 9. Демек төлі қанша екен? Біз ең алдымен төлі 9 екенін таптық. Енді осы төлі қаншаға артығын табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 9 азайту 3 тең болады 6. Қанша төлі шықты? 6 есеге артық. Жауабы 6 төл артық. Жақсы балалар. Келесі тапсырманы оқиық. Көлде 18 аққу жүзіп жүр, ал қара аққу олардан 3 есе кем. Көлде барлығы неше аққу және қара аққу жүзіп жүр? Ендеше есептің шартын жазайық. Аққу бізге белгілі. Аққу қанша, балалар? Аққу 18. Ал қара аққу 3 есе кем. Қара аққу 3 есе кем дейді. Қара аққу белгісіз, бірақ 3 есе кем аққудан. 3 есе кем. Бұл есепте бізге нені табу керек? Барлығы қанша аққу және қара аққу жүзіп жүргенін барлығын табу керекпіз. Шешуі. Бірінші амалда біз нені табып алу керекпіз? Қара аққудың қанша екенін, қанша қара аққу жүзіп жүргенін тауып алу қажетпіз. Ол үшін есе кем десе біз бөлу амалын қолданамыз. 18-ді 3-ке бөлеміз. 18-ді 3-ке бөлгенде дұрыс 6 шығады. Бұл қара аққудың саны.
Енді қара қудың саны 6 болса, ақ қудың саны 18 болса, барлығын табу үшін 18-ге 6-ны қосамыз, тең болады 24. Жауабы барлығы 24. Жақсы балалар. Барлығы 24. Жақсы балалар. Келесі есептерді Б мен В есебін осы есептерге сүйене отырып, ары қарай өзін шығара алатындығына мен саған сенемін. Келесі балалар 17-ші бетте екінші есеп амалдардың орындалу ретін анықтап, мысалдарды есепте. Бұл есепті шығармас бұрын біз ережені есімізге түсіріп алайық. Балалар, жақшалы және жақшасыз өрнектерде қай амалдар бірінші орындалады? Бірінші есепке назар аударатын болсақ, 27 бөлу 3 қосу 19 қосу 6. Бұл есепте бірінші қай амал орындалады? Бірінші жақшанышы орындалады. 19-ға 6-ны қосқанда қанша болады? Қарындашпен жазып қойсақ болады. 25. Кейін бөлу амалы орындалады. 27-ні 3-ке бөлгенде 9. Енді 9-ға 25-ті қосқанда дұрыс айтасыңдар. 34 шығады. Келесі амал. 82-ден 74-ті азайтқанда қанша шығады? Қанша шығады балалар? 8. 8-ді 2-ге бөлгенде 4, 4-ті 7-ге көбейткенде 28. Жақсы. Келесі есеп 91-ден 83-ті алғанда 8 шығады. 8-ді 3-ге көбейткенде қанша болады? 24. 24-ті 4-ке бөлгенде 6 шығады. Келесіні қарайық. 8-ге 27-ні қосқан уақытта бірінші жақшанышы орындалады. 8-ге 27-ні қосқанда 35. 35-ті 5-ке бөлсек 7. 7-тен 7-ні азайтсақ 0 шығады. Жақсы, жарайсыңдар балалар. 27-ден 19-ды алсақ қанша болады? Балалар, 8. 8-ді 4-ке көбейтсек 32. 32 қосу 18 бөлу 3 қанша? 6. 32-ге 6-ны қосқанда 38 шығады. Келесі амалда өте жеңіл. 6-ға 4-ті көбейтсек 24. 24-ге 25-ті қоссақ 49. Жақсы балалар, сендердің көмектерімен бұл есепті де орындадық. Ал келесі 3-ші бағандағы есепті өзін шығаратынына мен сенемін. Жақсы балалар, келесі 4-ші есеп оқулықта 17-ші бетте салыстыру амалы. Салыстыру дегеніміз ол көп және аз және тең таңбалары. Ендеше бірінші салыстыруға қарайтын болсақ, бұл жерде әріпті өрнектер берілген. А қосу Б көбейту 4, А қосу Б бөлу 4. Әрине бұл өрнекте қайсы жағы үлкен, қай жағы кем болады балалар? Дұрыс, көбейту амалы көп болады. Өйткені көбейткенде не істейді? Сандар артылады. Демек, А қосу Б көбейту 4 үлкен. Жақсы, келесі санды әріпті өрнекте 100 азайту С қосуды, 100 қосу С қосуды. Бұл жерде де қосу амалы үлкен болады, өйткені артылады. Жақсы, келесісін қарайық балалар. 21 қосу 3 бөлу 3. Бұл ретте ең алдымен бөлу амалы орындалады. 3-ке 3-ті бөлсек 1, 21-ге 1-ді қоссақ 22. 22. Келесісін қарайық. 21 қосу 3, жақшанышы бірінші орындалады. 21-ге 3-ті қосқанда 24, 24-ті 3-ке бөлсек қанша? 8. Демек, 22 үлкен болады. Артық. Жақсы, келесі 16 қосу 4 жақшанышына бөлу 2. Ең алдымен жақшанышы орындалады. 16-ға 4-ті қоссақ 20, 20-ны 2-ге бөлсек әрине 10. Келесі де 16 қосу 4 бөлу 2. Бұл ретте ең алдымен
бөлу амалы орындалады. 4-ті 2-ке бөлсек 2, 16-ға 2-ні қоссақ 18. 18 10-нан артық. Жақсы. Келесі өрнекті қарасақ, 18 бөлу 3 көбейту 2 қосу 8. Бұл жерде ең алдымен жақшаның іші орындалады. 3-ке 2-ні көбейткенде 6. Содан кейін бөлу амалы орындалады. 18-ді 3-ке 6-ға бөлсек 3 шығады. 3-ке 8-ді қоссақ 11. Келесі амалда 18 бөлу 3 6 болады. 6-ға 2-ні көбейткенде 12. 12-ке 8 қоссақ 20. 20 артық 11-ден. Жарайсыңдар балалар, бұл есепті де сендердің көмектерімен орындадық. Жақсы балалар, енді осыны сонымен оқулықта 17-ші бетте 5-ші есеп өрнектерді құрастырып, мәнін тап дейді. Ендеше, ең алдымен 4-ті 3-ке көбейткенде қанша шығады балалар? 4-ті 3-ке көбейткенде 12, 85-ке 12-ні қосқанда, ол үшін 5-ке бірліктерді қосамыз, 5-ке 2-ні қосамыз 7, 10-ға 8-ге 1-ді қосамыз 9. Өрнектің мәні 97-ге тең екен. Келесі 32 бөлу 8 қанша болады? Дұрыс айтасыңдар. 4. 9-дан 2-ні азайтқанда, жақсы дұрыс айтасыңдар. 7. 4-ті 7-ге көбейткенде қанша шығады? 28. Жарайсыңдар балалар. Бүгін менімен бірге болып, осы тапсырмаларды орындағандарың үшін сендерге рахмет айтамын. Келесі кездескенше сау болыңдар.